Assalamu alaikum, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ve шымдығы дақаға бойлы малюмат. Қырым мақсулатыны Түркияге yolamаға ниет бар. Чоқырча Эко қасабасында соқақларының яңа адлар не вақыт таздықланacak. Қырымда дешетлі қазада қабатлыны қыдыралар. Ичко қасабасының микрорайонында юлларны тамир етіп башладылар. Русия Қырымда Ермай газ ятақларны құланмаға девам етечек. Бұның үшін инкишаф программасы тызылечек. Бұл ақта Русия Федерациясы энергетика везірі Александр Новак білдірді. Бұл іште оз қол тұтуыны Қырым елбасшысы Facebook сәйфесінде ифаде етті. Толушы кілде қол тұтам Қырымның бюджеттен имканлары пек бұйық. Черномор нефтегаз идаресінің программасы черчевесінде 1 еллық газ чықарылығыны 2025 сенесі 1 миллиард 700 бин кубометрге же, 2035 сенесі есе 2 миллиардға чиет қызмек планлаштырыла. Яны объектлерді ішлер ең яқын 5-7 елға 100 миллиард кубометрге же мавы яқарлық бере біле. Дене иншатларының реставрациясы Медини мерkezінің яратылығы ве футбол стадионының құруджилығы. Бұл меселелеріні Руслан Бальбек Ичко қасыбасының мебусларының музакер етті. Тетбірде МД Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі, Ичко район мемориятының елбасшысы ве жематчылар иштирак еттілер. Көй сәкенлеріні жаме ғайырдан тамирленуы ве оның янында яшлар үшін Медини Мариф мерkezінің яратылығы кабы меселелер ратсызлай. Мебус қайдыткенне көре бұл меселелеріні чөзмек үшін бинаны Қырым мұсылманлары дене идересіне кечірмей керек. Ерлі мемориятте бұны октябрінің 15-не қадар доғырламаға сөз берділер. Мы получили еще одну площадку для диалога, чтобы люди слышали друг друга, ну и разные уровни власти могли бы при необходимости достижения какого-то результата межведомственного характера находить как можно больше решений, направленных на результат. Бұндан да ғайры ерлі сәкенлерінің фокырынжы районда Қырымта тартылы огренілігіне аз вақы дайрала. Бұл меселе елбасшы янында çalışқан Қырым татар шырасы тарафындан бақылacak. İstanbul'da İktisadi Biznes Forum keçti. Тетбірде Қырымдан еш адамлар еті иштирак етті. Onun keçirilivine Южный экспортный центр адлы тешкилят ве Русия Федерациясының иқтисади инкишаф везірлігі қол тұтты. Еш көрушівлері насыл кечкені ве жбірлік насыл тізілежегі қында бізім мұғбірлеріміз тариф етелер. Bu günleri Türkiye'de İstanbul şehrinde karışım yani biznes missiyası geçirilmekte. Kırım ve Türkiye iş adamları iktisadi ortaklık suallerini çözüp, öz leyhalarını açıklamaktalar. İstanbul Oteli'nin konferans zalında iktisadi biznes forumu geçiyor. Bir meydanda 100'den ziyade adam toplandı. Bu Türkiye'deki muvaffakiyetli şirketler ve fabrikalarının rehberleri ve iş adamları. Olar yarımadamızda özlerinin yatırım leyhalarını amelge geçirmege hazırlar. Bu vaqtda ise Ukrainada siyasi yaygara kerginleşti. Komşu memleketke kaçkan yasak etilgen meclis teşkilatının azaları bu biznes missiyanın geçirilivine keder etmege tırışalar. Olar Türkiye tarafı bu görüşüvge kulak asmayıp Kırım meselesine menfi münasebet göstereceğini bildirdiler. Kırım Rusiya Federatsiya tarafından işgal olgan son Türkiye ve dünyanın diğer memleketleri tarafından ve devlet seviyesinde hem de belli iş adamlarından yardım gösterilmey. Olar ise böyle korunuş yaratmağa tırışalar ve böylelikle Kırım'nın halkara ve kırış birleşmelerinden ayrılmağını göstermege isteyler. Ukrayna elçihanesinin çoktan çok çağrılarına bakmadan Kırım heyetinin Türk iş adamlarının geçirgen biznes missiyası muvaffakiyetli geçiyor. Bunu forum iştirakçılarının müsbet tesuratları tasdiqlay. Olar Kırım Yarımadası'nın işbirlikte çalışmağa istek bildirirler. Biliyorsunuz Karadeniz Kırım'a en yakın nokta Samsun, Karadeniz'in başkenti diyoruz. İş adamı Taner Kapancı için Kırım ayrıca merak doğura. Onun şirketi 25 yıldan beri Türkiye, Sırbistan ve Kazakistan gibi memleketlerde devlet ve içtimai cihetten mühim obyektlerini kurar. Bizler yurt dışında yatırım da yapıyoruz ama aslında girdiğimiz ülkelerde mesela şu anda Sırbistan'dayız. Orada ofisimiz var. Hastane işlerine ilgi duyuyoruz. Genelde Türkiye'de yapmış olduğumuz inşaatların ağırlığı hastane üzerine. Kırım'da da
böyle bir imkandan faydalanmak için önce bir devletten ihale alıp arkadan orada yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yani Kırım bizim için de önemli. Rusiyanın bazarına Türk mallarının көрсетілуі bu biznes misiyanın da bir muhim mevzusudur. Anatolia iş adamları birleşmesinin vekilleri Kırım'dan beraber iş kurmağa hazırlar. Çok uzun yıllar biz Rusya ile komşuluk yaptık. Arada bir kopmalar olsa da genelde ben Rusya ile Türkiye'nin birbirlerinin çıkarlarına çok uyan iki ülke olduğuna inanıyorum. Kendim şahsen de Rusya'da uzun süredir ticaret yapıyorum. Rus halkıyla da çok iyi dostluklarım var. Kırım'la ilgili olarak çok yeni bir pazar. Henüz gitmedim. Gitmek de isterim. Tabii ki ben Türk'üm. Ülkemin gerekleri neyse, ihtiyacı neyse buna bakarım. Türkiye'de Vatan Firkası'nın yolbaşçısı Dogu Perinçek böyle fikirde. Eğer Ankara o'zini Moskva'nın stratejik ortağı dep saysa, Türkiye Kırım'ı Rusya'yla dep tanımak gerek. O bakımdan Amerika ile beraber Ukrayna ama Türkiye ile de Rusya'nın birlikte olması gerekiyor. Kırım'daki Türklerin de Tatarların da Rusya Federasyonu içinde yer alması her bakımdan bizim yararımıza. Çünkü Rusya Federasyonu içerisinde başka Müslümanlar var, başka Kazan Tatarları var, diğer Müslüman ve Türk halklar var, Tatar halklar var. Hepsinin Rusya'nın içinde olması önemli bir ağırlık oluşturuyor ama Ukrayna tamamen Amerika'nın kontrolünde olan bir ülke. Rusya'da yasak etilgen meclis azalarının iktisadi forumga keder etmek tırışıkları hiçbir netice vermedi. Bunlar memleketlerine ihanet ediyorlar, vatanlarını satıyorlar. Bunlar Amerika'nın kontrolüne girmişlerdir. Rusya Federasyonu'ndaki Türklerin orada olmaları hem bütün dünyada bizim Türkiye Türklerinin de yararınadır. Hem Tatarların, Rusya Federasyonu içindeki Tatarların da yararınadır. Forum iştirakçıları Kırım'ı Rusya ile dep tanıyorlar ve Yarımada'nın iktisadi sınırlarını kenleştirmeye ve ortak münasebetlerini tizmeye hazırlar. Evvelsi gün Avcılar Hilton'da çok güzel toplantılar yaptılar. Toplantıların çok verimli geçtiğini bana arkadaşlarım rapor etti, bildirdi. Toplantılara Türk sanayicileri çok büyük ilgi göstermiş. Kırım'da yatırım yapmak Türk sanayiciler için çok karlı olur. Kırım Rus erkenine kirgen son Yarımada lider regionlarından biri oldu. Koy hocalığı, sanayi, kuruculuk ve ticaret gibi sahalar yangi rekordlar koyarlar. Tamam bu yenileşler forumda takdim etildi. Мы изготовляем подсолнечное масло и жмых. Собственно, для этого мы приехали на сегодняшний форум, чтобы найти бизнес-партнеров для отгрузки непосредственно подсолнечного масла и жмыха, потому что Турция в этом заинтересована, и мы заинтересованы работать с турецкими партнерами. Şimdi Kırım'da 180'den ziyade leyha amelge geçirildi. Yarımada'da muvaffaqiyetli kurulgan obyektlerini şimdi mında Kırım kurucu şirketinin müdürü Enver Emirajiyev takdim etti. Очень большой спектр вопросов был рассмотрен. Крымская сторона представила им свою продукцию. Турецкая сторона была заинтересована в этой продукции, поэтому сейчас тоже готовится подписание нескольких контрактов на поставку крымской продукции в Турцию. Ну и в большей степени, конечно, турецкие бизнесмены хотят попасть в Крым для того, чтобы развивать свой бизнес. Мы сегодня им опять-таки разъяснили и показали, каким путем это возможно. Сегодня Крым открыт для всего бизнеса, тем более для турецкого. Бизнес-forumның neticeleri boyunca onlarca anlaşma imzalandı. Endi iş adamları Kırım'a kelip, o'z leyhalarini amelge geçirmege hazırlar. Susana Refiyeva, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Америка Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump Turkiya iqtisodiyotini to'liqsinin yo'q etilajagini qo'rqizdi. Bu Suriyadan Amerika ordularini chiqarmoq qaroridan so'ng Turkiya cherchevidan tish harakatlar yapılgan vaqt olacak şey. Böyle bildiruvlarga qarshi Davlat Duma mebusi Sergey Железняк Trump'ның so'zlarini qanunsuz tehlike ve bu olmayacak subjet deb atladı. Анкара Сүриянен Шимали Шархы сынырда хавсызлык зонасыны яратмак ниетинен баглы Америка Кошма Штатларынын Түркиеге низбетен. Хорхозулары канунсыз тюсташи ве мемлекет реберлигине басым көстермекке догуртыла. Русиеде эрвахыт халхара ишлер бойле алып барылув усуларына менфи бахалар ве конструктив сөбетке чагыралар.
Девлет дума мебусы Руслан Бальбек ознев бетінде bu әрекетлеріні галтилы феодализм деп адлады. Ве қайдаты ки мұсылман мемлекетлерінің оз дүния бақышы бар. Смокинг кийген эфенди харашылы территорияларга мүмкін олған эрлернин сынырларыны белгилей кейфіне көре. Ве эгер шахси бір хасаветлер олса хорхузы башлай. Ама біз эпсіміз крестоносецлер экспансиясы ненен экенленгенini яхшы хатырлаймыз. Мусульман алимине ось истегіні хабул этермек олмаз. Не о вахыт, не де шымды, не Русиеде, не де Туркиеде. Ярым адамызның 90 көндері рақами сигнал олмайжақ. Қырым Жұмқұреті Малимат везірлігінде эфир рақами яйынлав олмайжақ мескен ерлерінің жедвеліні не шыратталар. Бұл ернің рельефінен бағлы. Хатырлатамыз октябрінің 14-інде Қырым аналық яйынлавындан рақами яйынлавына толысынен кечежек. Бұл мақсадларға Жұмқұрет бюджетіне 60 миллион рубле қошылғаныды. Бұл келері аз олған қорынтыларға ТВ тюнерлерінің сатын алынмасы ве рақами сигнал олмаған ерлерде спутник иншатларының ерлештірілмесі үшін. Мектеплерде ве айлелерде дени тәсіл мәселелерінің матбуат конференцияда музыкереттілер. Корушев іштіракшілері мектеплерде дени білгілер берлеуінің мөмлігіні қайдаттылар. Емде рухин кешав мәселелерінде мектеп ве айле арасында ішбірлік олмақ керек. Образование знак равно, обучение плюс воспитание. Особая значимость в этом имеет, конечно, предметы гуманитарного цикла, такие как история, литература и так далее. Но, безусловно, и изучение религиозной культуры в этом может сыграть свою весомую роль. Қырым мұсылманлары муфтисінің муавины Садуллах Байыров қайдаты ки яшларының дини тербиесі бойынша ішлер алып барыла. Оларының арасында файдалы елім адлы лейханы қайдетмек мүмкін. Анда ислам динінің темелері ве Құран оқылығы бойынша дерслер кечірілі. Это самая база, которая, как считается, для каждого человека является основой, без которого человек не может здраво свое мировоззрение сформировать. Бұндан ғайры яшларға дени тәсіл беру черчевесінде жәмелер оғынде дени мектеплер чалышайш симаяғларда фаал иш алып барыла. Ақярда табиат ресурслар ве экология дересі Қараденіз ялысы бойы ер елышывандан қорчаланмақ схемасына ішлеп чықаралар. Регионның вице-губернаторы қабиратты ке ер елышыв жерянлары шернің яры ялы бойына телуке ярата. Меморның сөзлеріне көре схема ең телукелі территорияларда диққатны желп етме керек ве бұ десеге қаршы черелерні тепсие етмелі. Яқын вақытта Ақяр табиат незареті Қарадениз ялысы хорчалануының генераль схемасыны ишлеп чықарачақ. Әвелкі мәлуматларға көре, Ақяр ялысының тахминен 50% бірде-бір алда ер елышув жерянларына оғырай біле. Бір елі велсі Ақярда ер елышывы екі бақча құрылышыны yoqыты, бұндан соң шер акиметі езден зияде боле телукелі дамарталар харитасыны не шыратты. Чуқурча эко қасабасында соқақларының адларыны деніштірмек. Боле талапнен ерлі сәкенлер мемурларға дефалар жем мұраджат атталар. Бұл сефер кескін меселе Девлет дума мебусы Руслан Бальбекнен музакерет алда. Насыл нетежеге келділер ажыба. Меселені мұқберімі София Шукурова девам ете. Умуми топлашувда Чуқурча эки қасабасының сәкенлері соқақларының адларыны бұйық эджанен музакере етелер. Иркутский соқағында яшайсыңыз екен. Оларынды бір елдан берлі шер шурасы соқақларына Русия шерлерінің адларыны қойған меселесінен дава алып баралар. Неприятная ситуация для нас в том, что 10% от этого населения диктуют нам условия и нам указывают, какие будут здесь названия улиц. Чуқурча эки Ахмеджиттен бірқаш километр ұзақлықта ерлеші қасаба 10 ел әвелсі пейда олды. Бұл қырым татарларының топлу яшаған ерідір. Оның үшін ватандашларымыз башқа адларыны тепсие еттілер. Бір талай халық, балабан евлер құрып тұрып, ама оны соқағы меселе Вологодская олса, ошы Вологодская соқағыға yazылмаға істемей. Чүнки оны гоңліні құра. Насыл олып тұрып та ватанға қайтып, енді ене бұл Астраханский яда Вологодский соқақларда яшачақ. Соқақларының адларыны деніштірмек үшін сәкенлер чешіт муасеселерге мұражат еткенеділер. Суал аман-аман чезілгенде яқында ешітілген хабер ерлі сәкенлеріні дазияде шашыртты. Администрациядан хабер келді. Бізім чөлден 50 дане имза топлап, урус адамлары
істемелер біздің Қырым татарадыларны. Ахмечет шәһәр мемориятының муавины Яхуб Зейтулаев сәкинләргә Қырым җәмәгать тәшкилатына мөрәҗәгать этмәгә тәфсигә әйтем. Бу чара сокакларның адларны денештирелү мәсьәләсен тезләштермәгә ярдәм итер. Общественная организация подготовила обращение, оно в ближайшее время поступит в администрацию, зарегистрируют и уже будем дальше отслеживать все эти процедурные моменты. Чокурча эки хасабасының сәкинләре ярдәм сорап Дәүләт Дума мебусы Руслан Бальбекке мөрәҗәгать иттеләр. Эпсы суальләрдән гайры ерлеләр койды фельдшер банай ноктасы, спортзал ве бала мәйданлары олмаганына да шикаят иттеләр. Когда отсутствует диалог, вопросы принимаются заочно, как в этом случае. Это недопустимо, поэтому здесь мнение людей определяющее. В следующую пятницу мы встретимся и уже будут обозначены даты переименования, то есть чтобы люди четко понимали, что есть финиш и есть результат, который они ожидали. Шәһәрнең юлбашчысы денешкәне сәбәбендән Чукурча эки хасабасының мәсьәләләре музакирә ителәчәк көне тәйинләнмәде. Киләчәктә хасаба инкишаф етмәсе өчен Дәүләт Дума мебусы Руслан Бальбек ве башка идарәләрнең вәкилләре ай монда топlaşacaklar. София Шукурова, Виталий Голубев, Милләт өчен. Қырым экскурсоводлары ве гид тәрҗеманлары Җумһури музейларны бедава зиярат итәчәкләр более ак туристик сасының реестрының эпсы хадимләренә берілді. Кірмек өчен махсус бейджны көстермек керек, оны ise аттестациясы олғанларға берелер. Аттестациясы олмағанлар экскурсовод ақта мәлімат берген картаны толдырып, ариза язмақ ве оқу курсларының весиқасының копиясını кетірмей кереклер. Бұндан соң ярмаданын экскурсоводлары ве тәрҗеманлары үшін бөле мусеселерінің қапылары ачык olur. Оларында яңы тәсуратлар ве бүлгелер ала білелер, чүнке Қырым музей фондларының коллекциясында зеңгін мәлімат саклы. Керечте Шаншурета Белескі текленілігінің 75 елігіні қайдаттылар шер мемориеті ерлі сәкенлерінен бераберлікте Қырымны азат еткен аскерлерінің қатырасыны сұқыне дақасынен аңдалар. Бұндан соң абедеге чечеклер қойылды. Метрида дағында Шаншурета Белесканы 1944 сене тікледілер, оны Аэроприморск ордосының арби қызметшілері қатырасына бағышладылар. Ерлі тарихчелер тариф еткенлеріне көре, Абидияны Совет ордосындаки 9-й мотомойындес батальонын аскерлері құрдылар. Абидияның шерге бақан тарафында 5 ұжылы елдіз бар. Көп адлы тижари меркез толы шекілде демонтаж етілівіне эко автоқалды. Бұ ақтатыш қызметші шirketінің баш мөндесі Виталий Шеремет хабаратта. Шымды экскаватор цоколь қаттаки диварларны еқа бұндан соң ішчелер топрақ кетіречеклер. Бұ давалы ерден мұғбірлеріміз девам етелер. Құруджилық техниканың гүрілтісі вечоплік обалары Ахмечетте Куб адлы тижари меркез демонтаж етілді. Быстрее все равно мы это не можем сделать по той простой причине, потому что мы работаем немножко в стесненных условиях, потому что рядом находится и рынок, и здание многоквартирное, вот, и остановка, и здесь рынок цветочный находится, поэтому быстрее невозможно сделать, потому что все-таки мы должны соблюдать правила и меры безопасности. Бинаның давалы еқоловы тап августың 26-сында башланды. Башында дам сөкілді. Тыш қызметші шirketінің мөендесі Вадим Пархоменко айтқанына көре, епысы ішлер екінленмесіне эко авто қалды. На данный момент выбито перекрытие цокольного этажа. Сейчас экскаватор заходит, спускается на цокольный этаж, выбивает стены. После этого будет вывезена части бетона демонтированные и будет завезен местный грунт. Шымды бұ ерде 3 машина чалыша, эко юк машинасы ве бір экскаватор. Демонтаж ішлер башланғанда мында 30-дан зияды хадим чалышты. Оларның арасында монтажчылар, механизаторлар ве юк машиналарының айдавчылары. Сейчас мы количество людей сократили, потому что работ становится меньше. Сейчас работает где-то порядка 7 человек. Это непосредственно люди, которые занимаются сортировкой мусора. Шымды ішчілер арматураны бетондан айыралар. Шер хожалығы департаментін мудир муавины Александр Калистратовның сөзлеріне көре Куб адлы тижари меркез ерінде ратлық зонасы яратылacak. Мимарлар енді абаданлаштыру планына тізелер. Лейха азыр олғанынен оны көрмек олacak. Султан Истакаева, Севиля Меметова, Агим Бекиров, Миллет үшін.
Полис хадимлері дешетлі қазада қабатлын араштыралар. Кеченлері уч енгіл машина Ялта-Ахяр трассасында урылда. Ерлі арабанын айдавжысы сұратын арттырып, четел машинасынен чатышты. Sonra о қаршы елға аттырылды ве үшінші арабаға келіп орды. Бір адам зарар көрді, қабатлы қаза ерінден қачты. Шымды Тешкеров кечірілі ве ұқық бозғанын шақсеті белгілене. Қазанын шатлары да қыдырыла. Полислер оз көзінен көргенлерінің невбетшілер қысмына мұражат етмеге чағыралар. Қырым көпірінден юк тренлері ярым елдан сон қатына башлайжақ. Бұ еді құю районында құруджилық ішлері девамында тапылған антик мескенге бағлы. Бұ ақта Русия нақлет везірлігінің матбуат қызметінде хабираттайлар. Қырым көпіріне демір ел кечетлерінің эксплуатацияға тапшырылуы екі басамақтаны баре толажақ. Елжылар тренлер ағымда кесененің сонында юк тренлері секележек сене июнь айында қатына башлайжақлар. Ахмеджетнің Гагарина соқағында қалдырымларыны тамир етелер. Яңы қаплама енді араба көпіріне жетушелді. Шымды ішчелер 6-шы шерхастаханесінің янында чылышалар. Қалдырымлардан сон құрыжы шыркет ташыт елінің юқары қатында асфальт түршімеге кечежек. Епсі ішлеріні октябрның сонуна жие күнленмеге планлаштыралар. Қавсыз ве кейфетлі араба елар адлы милилиха бойынша бұл соқақта көпірні де капиталь тамир етежеклер. Ичкі қасабасының көчік-көчкі микрорайонында елар тамиратыны башладылар. Яқын вақыта бежірлежек вазифе бұрынжы чақыл қатыны түшемек. Меселені Девлет Думай мебусы Руслан Бальбек оз незаретіне алды. О ерлі сәкенлерге керек олған құружылық мальземелерінен ярдым етті. Тамират кеті шатында микрорайонын дор соқағында чақыл түшелді. Қалған соқақларда ішлеріні көз мевсімнің сонуна же екінлемеге сөз берелер. Мебус қайдеткенне көре еларының құружылығыны федераль мақсадлы программаға көрсетмеге имканлары бақыла. Глава района, глава Государственного комитета по делам национальностей совместно сейчас отработают этот вопрос. Будет от жителей обращение на мое имя. Естественно, будем также этот вопрос актуализировать. Гафар Керимовның аяты ве иджады ичтимаи ве педагогик юнелішлері ақта икәелер. Гаспринский адына китапханеде 20-жы асырынан улы жасына бағышланған иджади ақшам кечті. Кетбірде ұжанын яқынлары, танышлары ве талибелері топланды. Оларының арасында 30 қасабасының 86 яшлы сәкенін Нурий Мирвелиев. Улы Жанженко вақтында 3 ел девамында Гафар Керимов оның ұжасы еді. Нурий Мирвелиев 30-лы да көчік еді, 2-ші сыныфта оқиды. О Гафар Керимовны халқының білгілі олмаға чағырған инсан кібі қатырлай. Гафар Ожа бұл 44 сенесі мектепке ожалық етмeye барғанда бақса балалар жоқтыр. Қырым татар балаларын çok адамлар келді. O şehrin içinde ev-evden yürüp halkımızga anlattı. Ballarınızın jiberiniz mektepke okusunlar deyip. Гафар Керимовның ожалық истидаты көрінеді. О 1941 сенегеже Қырым мектеплерінде чалышты. Сұргынлік деварінде бөле ожалық япты. Бұл сада о 75 яшына же чалышты. Милет менлігі конкурсында Рейберов девам етмекте. Бұның үшін телеканалының ресми сайтына кіріп, милет менлігі сатырына кечмек ве ең бегенген конкурс іштіракчысыны сечмек керек. Қатырлатамыз ярыш, ilk сефир 2017 сенесі кечті іштіракчылер 12 номинацияда ярышлашалар. Бөлей хаярмадамыздың бір сасында нам қазанған әрбапларны рағбетлештірілмесіне доғыртыла. Рейлерні октябрның 20-сіне же бермек мүмкін. Шымдықыда қаға бойыпсы қаберлер, кележек енмізні 21 бұчықта қачырманас. Хайырлы ақшамлар.